1 литр сүттен 1 килограмм сыр жасаймыз. Өте оңай дайындалады. Бір жасап қойсаңыз біразға жетеді. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, бел басып, жақыныңызбен бөлісіп қойыңыз. Ең алдымен бөлек ыдысқа сүтті құйып алып, ысытып аламыз да үстіне творогты салып, араластырып, бетін жауып, бір қайнатып аламыз. Творогты суынан ажыратып, міндетті түрде сүзіп аламыз. Сұлу болмауы керек. Бөлек ыдысымызға дүкеннің сары майын ертіп, үстіне сүзіп алған творогты салып араластырамыз. Басы біріккен уақытта үстіне 1 шай қасық тұзбен 1 шай қасық соданы қосып араластырамыз. Сода қосқан соң 2 есе көтеріледі. Бірігіп бастаған уақытта жұмыртқаның сарысын салып араластырамыз. Видеодағыдай сыр секілді созылып бастаған уақытта бөлек ыдысқа салып 1 тон тоңазытқышқа қойып қоямыз. Мінекей осымен сырымыз дайын, жұмсақ әрі дәмді шығады. Дүкендікінен асып түспесе кем түспейді. Сіздерге құрамы таза, бояғышы жоқ, табиғи бай шайын ішуді кеңес етемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лүпіл бас сақтап алыңыздар. Баршаңызға ас болсын.